Талас өзеніндегі шайқастың басты ерекшелігі бұл жерде өз дәуірінің ең қуатты екі мемлекеті соғысқан. Мұсылман арабтар 100 жылдан бері өздерінің халифатын үздіксіз кеңейте түсті. 8 ғасырдың басында Иранды жеңіп, олар Орта Азияға басып кіріп Инд өзеніне дейін жетеді. Қиыр шығыстан оларға қарсы тағы бір қуатты мемлекет Қытайлық Таң империясы жылжыды. Таң империясы далалықтар мен таулықтарды жеңіп, өз назарын батысқа салды. Бұл екі империяда өз билігін сол кездегі адам баласының аяғы тиген барлық аймаққа жүргізгісі келді. Екі империя ерте ме кеш пе соқтығысу керек еді. Кездесу орны Индия немесе Ауған таулары болуы мүмкін еді. Бірақ ол қазіргі Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы шағын Талас өзені болды. Шайқас туралы деректер өте бұлыңғыр. Қазіргі тарихшылардың айтуынша, араб қолбасшысы Зият 40 000 әскермен келген. Оның тактикасы былай болған. Алдыңғы шепке бірнеше қатарда садақшыларды орналастырған. Кейінгі шепке ұзын найзалы жаяу әскерді орналастырса, екі қапталға атты әскер мен жаяу әскерді араластырып қойған. Ал ең соңғы шепке жеңіл атты әскер мен ауыр қаруланған жеке жасағын жайғастырған. Таң қолбасшысы Гао Сянжидің армиясы 30 000 адамнан тұрған. Гао көп ойланбай арабтардың әскери тактикасын қайталаған. Алда садақшылар, оларды қолдаушы бронды жаяу әскер, екі қапталда көшпелілердің жалдамалы атты әскер жайғасқан. Қолбасшының жеке жасағы мен Ферғана контингенті ең соңғы шепке тұрақтаған. Бұдан басқа оқиғаларға қатысты тұшымды көзқарас жоқ. Бар деректердің нұсқаларының біріне сәйкес, Таң қолбасшысы Гао жауының әлсіз тұсын анықтау үшін ең алдымен садақшылар жасағын аттандырған. Аббаситтер де тура солай жауап қайтарған. Екі жақта бір-бірін садақпен атқылап, барынша шығынға ұшыратқысы келген. Қытайлықтар садақ атудың жетік технологиясының арқасында жеңіске жетіп, аббаситтер шегінуге мәжбүр болды. Гао аббаситтерді одан сайын әлсірету үшін жаяу әскерін алға шығарады. Өте тәртіпті әрі ауыр қаруланған Таң әскері аттанғанда, жалдамалы атты көшпелілер оларға қолдау көрсетіп отырды. Зият жаудың қозғалысын бәсеңдету үшін және өзінің атты жасағына қимыл еркіндігін беру үшін жаяу әскерін алға шығарды. Ақыры екі армия соқтығысты. Сарбаздар бір-бірін аямай қырды. Қанның иісі бүкіл шайқас алаңына жайылды. Сол уақытта Гао жауды қоршауға алу үшін қапталдағы атты жасағына шабуылға шығуға бұйрық берді. Зият қытайлықтардың негізгі жасаққа деген қысымын азайту үшін атты әскерін аттандырды. Ортадағы Таң жаяу әскері сарбаздарының тығыз орналасу жүйесінің арқасында аббаситтерді артқа шегінді. Екі қапталда Зияттың жүйеленген атты әскері жалдамалы көшпенділер әскерінің қарқынын тоқтатты. Содан кейін резерв күштерін араластырып, қорғаныстан шабуылға шыққысы келді. Ол қосымша күштерге Қытай жаяу әскерінің екі қапталын жаншуды бұйырды. Бірақ Гао өзінің резерв күштерін шығару арқылы жаудың талпынысын жоққа теңеді. Екі қосында бір-бірінен кем түспеді. Әскердің әбден шаршауы қолбасшыларды шегінуге мәжбүр етті. Екі күнге созылған осындай тікелей соқтығысулар екі жаққа да жеңіс әкелмеді. Шайқастың 5-ші күні Талас алқабында түркі қарлықтардың атты әскері пайда болды. Таң қолбасшысы қарлықтар оған көмекке келеді деп сенді. Себебі ол жақында қарлықтарға Ташкенттегі қарсыластармен күресте көмектескен еді. Арабтар басқаша ойлады. Себепсіз де емес. Әйтпесе түркілердің келуін күтпес еді. Басқа түркі тайпаларымен аразды ұмытып, қарлықтар арабтарға қарсы емес, далалықтардың ата жауы Таң империясына қарсы шықты. Таң әскерінің сол жақ бүйіріне соққы берді. Әрі қарай оқиғалар келесідей өрбіді. Гао Сянжи көшпелілер әдет-ғұрпын өте жақсы білетін. Сондықтан қарлықтар атты әскерінің қалай жақындап келе жатқанын бақылады. Көшпелілердің ауыр атты әскері бірден жойқын соққы жасай алмайтын еді. Жойқын соққы беру үшін оған жылдамдық алу керек. Гао қарлықтарға тосқауыл қою үшін жаяу әскерінің бірнеше қатарын үлкен қалқандармен әрі ұзын найзалармен жасақтап, садақшыларға оқ атуға бұйрық берді. Көшпелілердің ауыр атты әскерінің соққысы өте жойқын болды. Бірақ Қытай әскерінің қорғаныс шебінен өте алған жоқ.
Нәтижесінде екі жақта тығырыққа тірелді және өте үлкен шығынға ұшырады. Қарлұқтар ұрысқа кірген бойда Зият атты әскерін шабуылға жіберді. Бірақ араб шабуылының алғашқы толқыны садақшылардың соққысынан тоқтап қалды. Осыдан кейін Зият хоровод әдісін қолданды. Бұл арабтарға екі есе пайда әкелді. Шайқас алаңында шеңбер жасап айнала соққы жасаған атты садақшылар таң әскеріне садақты дұрыс көздеп оқ атуға мүмкіндік бермеді. Ал олар толып жатқан Қытай жауынгерлеріне сәтті тойтарыс берді. Нәтижесінде таңдықтар майданнан үлкен әрі негізсіз шығынға ұшырай бастады. Осы уақытта қытайлықтардан екі есе көп қарлұқтар қарсыласын қоршай жөнелді. Гао артқа шегіну үшін белгі беруге мәжбүр болды. Алайда екі қапталдағы жасақтың шегінуі үлкен шығынға ұшырап жатқан негізгі күштердің арасында дүрбелең туғызды. Таң генералы Ли Ши жағдайды бағамдап жеңілетінін түсінді. Гаоға ұрыс таласынан кетуді ұсынды. Генерал Дуан Суши мұны естігенде былай деді: жаудан қашу ерлік емес, жолдасымды өлімге тастау жақсылық емес. Осы сөздерден кейін Ли Ши мен Дуан әскерді жинақтай бастады. Таң әскері шатқалдың тар мойнына өткен кезде Ли Ши жеке өзі көптеген араб жауынгерлерін жайғастырды. Нәтижесінде қудалау тоқтады. Арабтар шатқалға кетіп қалған қытайлардың соңына еруге батылы жетпеді. Қытайға 2000-ға жуық сарбаз оралды. Шайқастың нәтижесінде арабтар да қытайлар да орасан шығынға ұшырады. Екі империяның экспансиясы тоқтап қалды. Таң империясында жерді кеңейту мәселесі екінші орынға келді. Себебі елде болған Ан Лушань көтерілісі Қытайды қатты қажытып жіберді. Араб халифаты да өз қиындықтарын бастан кешірді және бұрынғы экспансиясын жалғастыра алмады. Осы жорықтың салдарынан түркі халықтары арасында ислам тарала бастады. Қарлұқтар тәуелсіз мемлекет құрды. Қытай тұтқындары арқылы қағаз шығару технологиясы батысқа таралды. Ал ұйғырлар Шығыс Түркістанда өз мемлекетін қалпына келтірді.